Баяғы заманда, бағзы бір уақытта шат-шадыман өмір сүрген апасы мен атасы және олардың сүйікті немерелері Ая мен Микки өмір сүріпті. Ата үлкен балтасын қолына алып, қалың ағашты шауып жатыр. Үйге ошақтарды жарып дайындап қояйын. Киіз үйдің алдында мейірімді жүзді апа жайқалып отырған. Ол атаның қасында күлімдеп, екеуі көңілді әңгімелесіп отырған сәт. Ал Ая мен Микки алқапта дала гүлдерін теріп, қуанып ойнап жүр. Олар терген әдемі гүлдерін апасына келіп беріп: «Апа, біз бауырсақты сағындық, бауырсақ пісіріп берші», деп сұрайды. Апа жылы жымиып үйіне кірді. Сүт пен ұнды илеу арқылы қамыр дайындап бастайды. Ол қамырды домалақтап, бауырсақ етіп бөліп қойды да ыстық майға салып пісіріп алды. Сол сәтте бауырсақтың хош иісі бүкіл үйді жайлап кетті. Атасы иісті сезіп үйге кіріп келіп: «Пах, мына бауырсақтың қандай керемет иісі бар. Екеуміз шай ішіп бауырсақ жейік», деді атасы. Апасы бауырсақтарды суысын деп терезенің алдына қойып қойды. Бауырсақтың үстінен сиқырлы ұшқындар шашылып, бауырсақ тіріліп кетті. Оның аяқ қолы пайда болып, өзі секіріп қуанды. Бауырсақтан қалып жан-жағына қарады да: «Бұл қандай ғажап жағдай, мен тіріліп кеттім. Демек мені жаңа өмір күтіп тұр», деп қуана әндетіп кетті. «Мен бауырсақ, қызарып пістім қазанда, атамнан да қаштым, апамнан да қаштым», деп далаға қарай жүгіріп кетті. Ая мен Микки артынан жүгіріп жете алмады. Бауырсақ домалап саяхатқа аттанды. Жолда қоянды кездестірді де: «Бауырсақ, мен сені жеймін. Жеме мені, саған ән айтып беремін. Мен бауырсақ, қызарып пістім қазанда, атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, ал енді сенен де қашып кетемін», деп қояннан қашып кетеді. «Еху, ура!» Одан ары келе жатып қасқырға жолықты. «Бауырсақ, мен сені жеймін». «Мені жеме, мен саған ән айтып беремін. Мен бауырсақ, қызарып пістім қазанда, атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым, ал енді сенен де қашып кетемін». Сөйтіп қасқырдан да қашып кетеді. «Еху, ура!» Одан кейін орманда аюға жолықты. «Бауырсақ, мен сені жеймін». Аю, мені жеме, саған ән айтып беремін. Мен бауырсақ, қызарып пістім қазанда, атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, ал енді сенен де қашып кетемін», деп осылай аюдан да қашып кетеді. «Еху, қаштым». Соңында бауырсақ айлакер түлкіге жолығады. «Ой, бауырсақ, сен сондай дәмдісің ғой, мен сені жеймін». «Мені жеме, мен саған ән айтып беремін. Мен бауырсақ, қызарып пістім қазанда, атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым, ал енді сенен де қашып кетемін», деп тұрған кезде түлкі: «Әттеген-ай, сенің әдемі даусыңды анық ести алмай тұрмын, жақынырақ келіп айтшы».
Бауырсақ сеніп түлкінің қасына барып әнін жалғастыра бастайды. Мен бауырсақ, қызарып пістім қазанда. Деген сәтте қу түлкі оны жеп қояды. Қандай дәмді бауырсақ еді, деп орманға кіріп кетті түлкі. Сөйтіп, қу түлкі айласын асырып, бауырсақты жеп қояды. Ақыл мен сақтық әрқашан ең басты қасиет. Дәмдісін ай бауырсақтың. Бұл ертегі бізге бір ақиқатты үйретеді. Тәтті сөзге алданып, абайсыз болмауы керек. Ақыл мен сақтық әрқашан жолдас болсын. Айя мен Микки сіздермен қоштасады. Біздің Алтын бала ТВ арнамызбен болғандарыңызға рахмет. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі ертегіде кездескенше.